Сутегі асқын тотығы. Перекис. Сәлем достар, бүгінгі видеода сутегі асқын тотығының қандай қасиеттері бар, сол жайлы білетін боласыздар. Сутегі асқын тотығының адамға пайдасы бар ма? Сутегі асқын тотығын қолдану, оның қасиеттері қандай? Сутегі асқын тотығы ұзақ уақыт бойы белгілі, оның құнды қасиеттері медицинада, сонымен қатар косметикада және үйде қолданылады. Сутегі асқын тотығы күйдіргіш зат болып табылады, бірақ дәріханаларда бар препарат 3% ерітінді болып табылады. Сутегі асқын тотығын кейбір адамдар бәріне ем деп атайды. Іс жүзінде ол терінің кесілген жерлерін емдеу үшін қолданылатын дезинфекциялаушы ретінде әрекет етеді. Сутегі асқын тотығының арқасында жараларды емдеу және түйіршіктеу процестері айтарлықтай жеделдетіледі. Жараны алғаш рет сутегі асқын тотығымен құйғанда қысқа мерзімді жану пайда болуы мүмкін. Содан кейін тіндір тазартылады және олардың қопсыту орын алады. Сутегі асқын тотығы 160 жылдан астам уақыт бойы белгілі және медицинадан басқа косметикада қолданады. Сутегі асқын тотығын қолдану. Сутегі асқын тотығы негізінен жараларды дезинфекциялау үшін қолданылады. Жараны тазарту үшін бактерияға қарсы агент ретінде қолданылады. Соған қарамастан, оған қоса көптеген адамдар сол мақсатта пайдаланады. Мысалы, йод немесе құрамында бетайн бар препараттар, олар да жараларды ылғалдандырады және инфекциялардың дамуын тежейді. Осыған қарамастан, сутегі асқын тотығы әлі күнге дейін жараларды жууға арналған ең танымал препараттардың бірі болып табылады. Сутегі асқын тотығын шаю және ауызды шаю ретінде де қолдануға болады, бірақ оны жұтпаңыз. Бұл ауырсынуды жеңілдетудің дәлелденген тәсілі. Пайдалы, мысалы суық тию кезінде. Осы мақсатта сутегі асқын тотығымен шаюды дайындау үшін 1 стакан суда 1 шай қасық затты ерітіңіз. Сонымен қатар, сутегі асқын тотығы қызыл иектің қабынуын емдеуде де қолданылған. Бұл жағдайда жоғарыда аталған шаюды да дайындау керек. Сутегі асқын тотығы мұрынның ағуы мен ауру синусын емдеуде қолдануды тапты. Дегенмен, препараттың өзін мұрынға құймауды ұмытпаңыз. Оны шамамен 7 тамшы сутегі асқын тотығы 5 мл тұзды ерітіндімен біріктіру керек. Сонымен қатар, сутегі асқын тотығымен шаюды пияз және сарымсақ сияқты ащы көкөністерді тұтынғаннан кейін немесе жай ғана аузыңыздан иіс шыққан кезде қолдануға болады. Буындардағы омыртқадағы және буындардағы ауырсынуды жеңілдету үшін сутегі асқын тотығын ваннаға қосуға болады. Сутегі асқын тотығын пайдалану жоғарыда аталған жарақаттардың белгілерін жеңілдетумен шектелмейді. Препаратты шамамен жарты бөтелке сарғайған ақ киімдерді жууға қосуға болады. Сондай-ақ оны сабын қалдықтарын, су дақтарын тазалау және ванна мен ас үй қабырғаларының бұрыштарында пайда болған зеңді кетіру үшін пайдалануға болады. Қабырғаға затты шашыратыңыз, бірақ оны аздап ылғалдандыруды ұмытпаңыз. Сутегі асқын тотығы косметикалық қолдану. Сутегі асқын тотығы косметикада кеңінен қолданылады. Мысалы, ол шашты ағартатын препараттың ингредиенті ретінде қолданылады. Егер қарсы көрсетілімдер болмаса, препаратты тоник ретінде қолдануға болады және оны безеу мен аллергиялық бөртпелерден зардап шеккен теріні жуу үшін қолдануға болады. Заттың арқасында жараның жазылу уақыты қысқарады. Сондай-ақ сутегі асқын тотығы мен содадан үйдегі тіс пастасын жасауға болады. Сутегі асқын тотығының қасиеттері. Сутегі асқын тотығы дезинфекциялық қасиеттерге ие. Оның арқасында қан кетуді тоқтату, бактерияларды жою және кішкене кесу немесе абразия нәтижесінде пайда болған жараны залалсыздандыру оңайырақ. Сұйықтық бактерицидті қасиетке ие және ауыз суды дезинфекциялау үшін де қолданылады. Дегенмен, бұл экстремалды жағдайларда ғана қолданылуы керек әдіс екенін есте ұстаған жөн. Өйткені сутегі асқын тотығымен үнемі суды өңдеу денсаулыққа қауіпті. Жүктілік кезіндегі сутегі асқын тотығы.
Жүктілік кезінде сутегі асқын тотығын ауызша қолдануға көптеген мамандар тыйым салады. Кейбір ғалымдар топтарының пікірінше, мұндай препаратты ішу тіпті өлімге әкелуі мүмкін. Әсіресе адам жоғары концентрацияланған сутегі асқын тотығын ішсе. Сутегі асқын тотығы жүктілік кезінде де жоқ, тек сырттан ғана қолданылуы керек. Оны қолдану туралы шешім маманмен кеңесу керек. Сутегі асқын тотығының жұмысы. Сутегі асқын тотығының әсері туралы көбірек білу үшін препаратқа қоса берілген парақшаны оқыңыз. Онда заттың құрамы және оны қолдану көрсеткіштері туралы ақпарат бар. Препарат жараларды дезинфекциялаушы ретінде, ал сұйытылған күйінде пародонт ауруларды кезінде аузды шаю және қызыл иектің қалталарын шаю үшін қолданылады. Сондай-ақ нұсқаулықта препаратты қолдануға қарсы көрсетілімдер туралы ақпарат болуы керек. Сутегі асқын тотығының әсері, егер ол терінің үлкен аймағына қолданылса, зиянды болады. Сутегі асқын тотығының компоненттерінің біріне аллергиясы бар адам қолданғанда және гингивит және ауыз қуысының шырышты қабының зақымдануы жағдайында. Сутегі асқын тотығы көзге тиген кезде де зиянды болады. Препаратты жүктілік және емшек сүтімен емізу кезінде қолданғанда өте сақ болу керек. Алдын ала дәрігермен кеңесіңіз. Сонымен қатар препаратты балаларда қолданғанда да сақ болу керек. Құлақты тазалау. 1-2 тамшы сутегі пероксидін жылы сумен араластырыңыз. Құлақ тазалауға арналған таяқшаны ерітіндіге батырып, әдеттегідей құлағыңызды тазалаңыз. Осылайша көп уақыттан бері жиналып қалған құлықты оп-оңай шығаруға болады. Киімдерді ағартады. Жуылған ақ түсті киімдер мен сүлгілерді 1 стакан сутегі асқын тотығы қосылған суда шайып алыңыз. Бұл уақыт өте келе ақ түсті киімдердің сарғайып кетуінен сақтайды. Сондай-ақ кетуі қиын дақтарды да кетіруге болады. Ол үшін дақ тиген жерге азырақ ерітіндіден жағып қойып, бірнеше минуттан кейін щеткамен ысқылап жуып, салқын сумен шайыңыз. Аяқтағы саңырау құлақты емдейді. Бірдей мөлшерде су мен сутегі тотығын араластырып, күн сайын кешке таман аяқтың зеңді аймақтарына жақ қойыңыз. Сутегі асқын тотығы тамақ ауруын басады. Тамағыңыз қатты ауырып жатқанда 2-ден 1 ас қасық жылы су мен 4-тен 1 ас қасық сутегі асқын тотығын араластырып, жақсылап тамағыңызды шайыңыз. Сутегі асқын тотығы ауру туғызатын бактерияларды жоятындықтан, осылай тамақты шаю тұмау, жөтелдің де алдын алады. Сутегі асқын тотығы мен қолтықтың иісін де кетіре аласыз. Ол үшін ватный дискке 5-6 тамшы сутегі асқын тотығын тамызып, қолтығыңызды аптасына 2 рет сүртсеңіз, иістен құтыласыз.